Бәріңізге сәлем достар, сіздермен бірге пайдалы кеңестер арнасы. Ағзаны шлактан қалай тазалауды білесіз бе? Шлактың, улы заттың ағзаға жиналуына түрлі дерт себеп болады. Сіз ауырған кезде түрлі ем қабылдайсыз. Одан бөлек өз бетіңізше дертіңізге шипа іздейсіз. Ағзаға түскен инфекция вирус дәрінің көмегімен жазылады, ал шлак сол күйінде қалады. Ағза сауыққан кезде бойындағы шлакты өз бетінше емдей алады. Бірақ кей кезде ағзаны шлактан тазалау үшін біздің көмегіміз керек болады. Ағзаны шлактан тазалауға қалай дайындаймыз? Шлак пен улы зат түрлі ағзаға жиналады. Мәселен, бауыр, бүйрек, ішек және қан тамырлардағы жиналған шлакты мына әдіспен тазалауға болады. Ішекті тазалау үшін 1 стакан салқын суды ыдысқа құясыз. Оған 1 шай қасық зығыр дәнін салып, отқа қойыңыз. Қайнауға жақындағанда оттан алып, сүзесіз. Дайын болған емдік сусынды ұйқыға жатар алдында ішесіз. Зығыр сүтінің де ішекті тазалайтын қасиеті бар. Ол үшін зығыр ұны мен суды араластырасыз. Бетін жауып, бір түнге қалдырасыз. Таңертең аш қарынға ішу керек. Ал бауырды тазалау үшін бұл ем тюбаж деп аталады. Бауырды шлактан, улы заттан тазалау үшін аллатикен қажет. Ол үшін 1 шай қасық шөпті 1 стакан суға араластырып, отқа қоясыз. 3-4 минуттай қайнаған соң оттан алып, сүзіп қоясыз. Дайын болған тұнбаны түскі тамақтан соң 1 сағаттан кейін ішесіз. Емді 1 ас қасықтан қабылдау керек. Бауырды тазалау үшін бұл ағзадағы шлакты шығару үшін сәлвен, лаванда, жалбыз және гүлшетен шөптерінің майы қажет болады. Оның бірнеше тамшысын 1 стакан таза суға араластырып ішесіз. Дәмі ұнамаса 1 шай қасық бал қосып ішуге болады. Бүйрекке арналған жиынтықты да ағзаны керемет тазартады. Ол қоспаның ішінде қайың, қырықбуын, таран және аша болады. Бұл шөпті кезектестіріп қолданасыз. Егер үнемі бір шөптің көмегіне жүгінсеңіз, ағза соған ғана үйреніп қалады. Кез келген дәріханадан табылатын осы қоспаның 2 ас қасығын 600 мл қайнаған суға араластырып, тұндырып қоясыз. Өлме температурасында жылыған кезде сүзіп алып ішіңіз. Емді күніне 3 рет жүргізу керек. 3 шай қасық кептірілген лаванда үгіндісін 400 мл қайнаған суға араластырып, тұндырып қоясыз. Шамамен 20-25 минуттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып ішуге болады. Қанды тазалау үшін. Қанды тазалау барысында жүрек пен қан тамырлардың жұмысын жақсартасыз. Ал қанды шлактан тазалау үшін қалақай шөбінің көмегіне жүгінесіз. Ол үшін 1 шай қасық балғын немесе кептірілген жапырақты 1 стакан қайнаған суға салып тұндырып қоясыз. Тура 45 минуттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, 2-ге бөліп ішіңіз. Емді тамақтанудан алдын қабылдау керек. Қанды толық тазалау үшін емді 30 күн бойы үзбеуге тырысыңыз. Қан тамырды тазалау үшін бірдей көлемде мыңжапырақ, түймедақ, салаубас пен қайың бүршігін араластырып, шыны ыдысқа салып қойыңыз. Шөп қосындысының 2 ас қасығын 500 мл қайнаған суға салып, бетін жауып қоясыз. Шамамен 20 минуттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып ішесіз. Татымы ұнамаса 1 шай қасық бал қосуға болады. Емдік сусынды ұйқыға жатардың алдын қабылдау керек. 1 шай қасық бедені 1 стакан қайнаған суға салып, ыдысымен ыстық суға салып қоясыз. 5 минуттан соң ыдыстың бетін жауып 40 минут тұндырып қойыңыз. Осы уақыттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 десерт қасықтан ішесіз. Емді әр тамақтанудан алдын қабылдау керек. Емді күніне 3 рет 21 күн үзбей жүргізесіз. Осы емнен кейін қан қысымыңыз реттеліп, құлақтағы шуыл басылады. Бұл тазалық жұмыстарын жүкті, емізулі әйелдерге және кішкентай балаларға жүргізуге болмайды. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер арнасы. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.